Бастырылу деген не? Түн ортасында оянып, бірақ қозғала алмай, тынысыңыз тарылып, түрлі бейнелерді көрген кезіңіз болды ма? Бұл ұйқы параличі деп аталатын күй. Медициналық тұрғыда бұл адамның тез ұйқы фазасында болатын ауытқу. Осы кезеңде адам түстер көреді, көздері қимылдайды. Түстердегі әрекеттерді қайталамас үшін ми дене қозғалысын бұғаттайды. Бірақ сана оянып, ми тез ұйқы фазасынан шықпай қалса, адам айналаны сезеді, бірақ қозғала алмайды. Бұл лунатизмге қарама қайшы күй. Себебі онда адам санасы ұйқыда болғанымен денесі қозғала береді. Бастырылу көбіне ұйқы режимінің дұрыс болмауымен немесе басқа да психикалық аурулардың себептерінен болуы мүмкін. Әртүрлі қорқынышты галлюцинациялар болғанымен ұйқы параличінен ешқандай зиян жоқ. Дәрігерлер бастырылудан арылу үшін уақытылы ұйықтауға, алкоголь мен кофеин бар сусындарды жатар алдында қолданбауға, шалқалап жатпауға кеңес береді. Егер бұл күй басқа да сырқат симптомдарымен қатар жүрсе, маман көмегіне жүгініп ем алу керек. Арнаға жазылып, пікір қалдырып кетіңіз.